Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ера. Осы видеода көретіндеріңіз жай ғана біздер бірінші попыткадан инкубатор түсіріп алған болатынбыз. Алда көретіндеріңіз ендеше видеоға кеттік. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен әдеттегідей Ера. Бүгін біздер көп жаңа жасадық. Енді бүгін жаңа Итан деген персонаж алатын боламыз достар. Итан деген міне алдық. Так, енді мынандай бізге СКС үшін берді. Міне біз Итанды алдық. Итан. Набор. Паркур набор Итана. Просто изи алдық достар. Сіздер үшін донат жасап алдым. Енді солай алдық. Сразу алдым. И одан кейін достар бірден персонажға кіріп, бірден Итанды қойып алдым. И одан кейін несін оқыдым. Бұл Итан дегенің убийство ПП-мен тағы да басқа, тағы да қалай қазір көтеріп болған соң оқиын. ПП-мен және де времени дробаш. ПП или дробаш екеуімен оқ атса 34 қып алады. 5 секундта 34 қыпыдан алып отырады екен да. Я мен түсінуім бойынша бұл осындай өте кереметтей мылтық. Кереметтей навик бар. Итан деген өте керемет. Но бірақ енді мен алоппен ойнаймын. Өзіме сол ұнайды енді достар. Енді 937 алмазға не аламыз? Бірінші мен Итанның, яғни бағанақ киімін кигізіп қояйын сразу. Итанның киімін. Міне дерзкий болып тұр, дерзкий. Енді несін кигіземіз? Атака ассасина деген осындай бір не шыққан екен. Халява, осыған кіріп алатын боламыз достар. Түсіруге тырысатын боламыз. Енді көп түсірмеймін, мен аз үшке жасадым. Бірден айта кетейін. Мен азғантай заттарды аламын, одан кейін шығып кетемін. Себебі ары қарай қымбаттап кете береді, білетін боларсыздар бағасы. Бағаныңдай лутбокс бір какой-то бір лутбокс тымға да қажет жоқ, ебі. Андай не? Лутбокс деппін ғой, ема. Үшін берді ғой. Алмазный купон берді. Одан кейін 3 попытка 9 ары қарай көтеріліп кете береткен достар. Сосын андай не берді? Ары қарай 39 о бір айналдыру. Түсір алмадым, мен тағы бір айналдырдым. Андай лутбокс берді. Одан кейін 59 ема тағы бір аштым. Түспейді вообще, Лаура түсіп тұр какой-то, менде Лаура бар еще. 99 алмазға аштым. Карточка түсті, одан кейін желанияға ашты, одан кейін барып шығып кеттім достар. Вообще желанияға шығып кетті, 199 алмазға. Одан кейін знак ассасина деген тағы да бір халеба болатын. Соған кірдім достар. Соған кіріп, достар, видеоны лайк басып арнаға тіркелейік. Нені айналдырдым 9-ға. Бәлкім түсіп қалар деп енді айналдырып көрдім. Енді бұны да конца айналдырмайым. Мынандай не түсті маған? Скейтборд, яғни доска. Сосын алмазный купон. Алмазный купонға байыдық енді, базар жоқ. Одан кейін айналдырдым. Маған мынандай несі берді, бірақ ол менде барды ғой негізі. Маған комната керекті ғой негізі. Аналар онша ұнамады маған, бірақ түспеді, сондықтан шығып кете салдым. Бұдан да уже желанияға ашты, бұдан да 199 алмаз болып кетті. И одан кейін көрдім, басқа халябалар бар ма, жоқ па? Жоқ екен. И мына жақтарды да көрдім, там бұл жақта да жоқ екен. Сосын шығып кеттім достар. Шықса ема. Достар, видеоны лайк басып арнаға тіркеліп, және де 3500 подписчик сіздерге көп рахмет. Енді бірге 10.000 подписчикке жетейік достар. Сол кезде мега конкурс болады мен арнамда. Яғни ол өте ерекше конкурс, себебі ол конкурста ешқандай спонсор болмайды. Только лайк басып арнаға тіркеліп, қастан шыққан қоңыраушаны басып, және де ВК группаға тіркеліп, Инстаграмға тіркелсеңіздер болды. Оты өте оңай. Ешқандай спонсорларға тіркелу анау-мынау жоқ. Жай ғана 1 минуттық іс. Енді біздер достар бірінші мынаны ойнатқан болатын мен алдында. Везущий любовь, соны қазір мен жіберемін, сондықтан 150 алмаз қалдырып қоямын деп шештім. И одан кейін барып мен алмазный купон айналдырып едім. Екеуі сияқты еді, но бірақ біреуі келмепті, неге екенін білмедім.
жарайды дедім дагы сразу инкубаторға бардым достар. Инкубаторда мени өте керемет жагдай күтүптүр. Сразу лайктарыңызды басып коюңуздар. Міне сразу мен 3-5 попыткага айналдырдым 180 кристалга. Сразу биринчи попыткадан маган чертеж түштү. Просто биринчи попыткадан чертеж түшүрүү деген өтө кыйын. Одан кийин там медал түштү, лутбокстар түштү. Эма базар жок. Жаман кубанып кеттим. Просто ол кезде менде артымда адамдар болду. Сондуктан мен ол звукту өчүрүп коюп озвучка жасап отурмун достар. Одан кийин тагы да бир айналдырдым. Балким тагы bir чертеж түсүп калар деген максатпен тагы бир айналдырып көргөн болатмын. Бирок да түспөдү достар, түспөдү. Эndi бир түскөндөн кийин болду го эndi деген болар. Содан кийин барып мен үчүнчү кийимди алдым. Үчүнчү маган басы унамады, но бирок аяк кийими менен аягы, шалбары өтө катуу унады достар. Өтө дерзкий, басына клоундун басын кийгизип койсоң, вообще дерзкий кетет экен. Мен қазір сондай сетпе ойнап жүрмүн. Маган өтө катуу унайды. Дерзкий как. Калыспайт, башкаларынан базар жок, мыкты. Так сразу кийип алдым дагы. Одан кийин барып сразу көрдүм. Керемет өтө топ. Осыған қалай лайк баспайсыздар достар. И сразу мен басына клоундун басы кийгизип алдым. Караңдар. Вообще кайф го мынандай сетпе ойнаган. Эма просто изи уйба карсындыш. Эмоцияны дерзкий жеткен. Сосын мен алдыңғы конкурста отурган баланын ВК маган жазган болотум. Мен айдин копировать этип алып, вставить этип, энди казакча менде коюу деп турат. Дүрүзө тастадым. Қазір дүрүзө кабылдагандан кийин салып берем. Енді достар, дүрүзө кабылдадым. Міне Саят 2004 деген бала экен. Алдыңғы конкурста жеңип алган. Толук исми Саят Турсунбек болгон болатын. Енді кателеспесем, маган ВКга жазып, осы айдиди берди, енді кабылдады. Куттуу болсун деп жазып, вездешущий любовун салып жибердим достар. Енді осы видеода да мен достар тагы да бир ойнаткым келип отур. Ягни 2 адамга 100 алмаздан ойнаткым келип отур. Ол үчүн не истөө керек? Ол үчүн әрине лайк басып, осы видеоға аямай лайк басып, және де менің арныма тіркеліп, яғни подписаться деген қызыл кнопканы басып, сұр кнопкаға айналдырып, және де қастан шыққан қоңыраушаны басып, және де комментарияға мен қатысамын деп айдияларыңызды қалдырып кетіңіздер. Келесі видеода анықтайтын боламыз. Және де менің ВК-мның, және ВК группамның, Инстаграмның ссылкалары описаниеда болады. Соларға да тіркеліп кетіңіздер. Міндетті түрде тексеретін боламын. Яғни жай ғана осындай сіздерге тегін Итан, яғни Итан деген персонаж бар ғой, соны ұтып алу мүмкіндігі бар. 100 алмаз салып берсем, сіздер пополнение жасағандарыңыз үшін сіздерге Итан беретін болады. Сондықтан смело Итанды алып аласыздар. 2 адамға салып берем. Сондықтан үлгеріп қалып бауырым, бұл 100% шын. Ендігі видеода мен кәдімгідей нені отқан 2 адамның комментарийін шығарам. Сол 2 комментарийдағы бала маған, яғни ВК-ма жазады. И одан кейін алдыңғы видеода мен дәл осылай салып бергенімді видеоға түсіріп көрсететін болам. Ендеше сіздермен бірге болған ера достар. Давайте арнаға тіркеліп лайк басып, қасынан шыққан қоңыраушаны басамыз. Давайте достар.